Сен қуасың ба мына жерде? Вообще менікі ғой мына жерде. Кеттейсің, не алып отырсың мен заттарымды? Сенікі менікі деген жоқ қой бұл ауылда. Мен аламын, бұнdan барлығы менікі, түсіндің ба? Әртүрш, бош құрш бар, не? Маған қарайсың, үлкендер түсе алмайды, қазіргі жастар бар ғой. Ой, кетшей. Йоу, ассаламалейкум достар, қалдарың қалайсыңдар? Бүгін мен Шайзи, мен жаңа видеома қош келдіңдер достар. Достар, бүгін мен енді сол өзімнің огородыма жұмыс істейін десем, мынау шетел жастар жұмыс істемейді деп, не ұрма деп менің заттарымды алып жатыр. Ишакпас. Достар, короче, ойлаңдаршы. В общем, достар, қысқасы сондай ғой, достар, өзің көріп тұрған шығарсыңдар. Кетшей, бұл жетелі менің заттарымды ала бермесей болды. Ұялмайсың мен біреудің затын алуға. Кет дейме. Кет дейкі, өлтіріп тастайме. Кет бар. Шындымы біреудің затын ала беретінші? Адам не ерсін деп. Бәрін алып тастадым бала. Не істейсің ал енді? Арамын әкесің бар ғой, бөзің айтайын сен дейтін бар ғой, түрі жоқ, беті жоқ, кет бар. Кетсің, кет, топас. Сөйті сырқадан бәрін қойып тастайын, все былайынан. Шайзи. Вау, не болды, чотам. Ана бір қайда кетіп қалды анау дейтін. Кім айтып жатсың, мақұл сен көрсетсең біреу шақырып отыр сенің үйіңнің қасында бір үлкен бір бала, білмеймін, алтындар тағып алған ма, білмеймін, қысқасы біреу сені шақырып жатыр. Кімді, мені ма? Жоқ, мені, барсana жаңа көп басты ауыртпай. Ой, барамыз өзінше ола бермеш, қазір мына жерді бітіріп тастайын. Достар, мен короче мен біреу шақырып жатыр дейді, әрине оның кім екендігін білмеймін. Қазір яғни барып қарайтын болмын, сен оның бәрін давайте мына жерде егі слайм, все кеттік. Короче дейтін кеттік ал, көрекші кім екен мені шақырып жатқан болып жатыр. Менің үйіме көп болып еді, еш жаңағындай қонақтар келмегенде я достар. Оу, чё за машина мына? Ойба. Вот. Кім деп қоям, сен екенсің ғой, қалай сен не ақ келдің сен дейтін. Сәлем, Шайзи. Сәлем. Ма, Мерседес па? Ма. Айда көрін келе ма? Мен ба, қойшы сен дейтін. Не болды, айта берші, мен айдам кемейді қазір. Айдап сен менен дейтін. Мына бір миллиард ақша сұрайын деп тұтсың ғой. Мақыл айта берші, не чотам, не ақ келіңдер, сен охраннигіңмен не ақ келіңдер. Не ақ келің дегенде ше, барсан әңгіме бар. Не әңгіме, дұрыс айтшы, бұл айтшы. Менде ақша бітіп қалды. Енді сен ақша бітіп қалса, мен не істейін? Сен де ақшаң бітіп қалған үшін шығар, мынаның алтындар тағып алып, мынаны қара, көліктер, Мерседес, еще дейтін да? Ой, тыңдашы, басты ауыртпашы, тыңда. Яғни енді менен ана деп тұрды да, яғни енді менде азғандай ғана ақша қалды, енді ол әрі кетсе бір айға жетеді. Қысқасы, яғни мен сен бір видеоңды көрдім ғой, изумруттан сен завод жасатын, сонда жасай аласың ба алмаздан? А чё не болды? Жасаш по-братски, ақшаны екіге бөліп аламыз. Құма жасамайын мен ондайларды. Қосын ба сен дейді, менде не зат жоқ қой, менде ондай олшым десем ба, тапы алмаз керек, оған материалдар керек. Оған менде қазір ақша жоқ, серьез айтсам. Жабай, мен еще дейтін, сен мені алдап кеткесін, сол үшін лучше сен бұл ауылдан кетсең жақсы болады дейтін негізі. Сөйтіп тұрсың ғой да, Шайзи. Сөйтіп тұрмын, давай. Жоқ, Шайзи, өтініш. Давай, бүтеміз. Егер, яғни, сен маған соны жасап беретін болсаң, яғни, мен ақшаның тең жартысын саған берем, және де 20% осы ауылдағы бүкіл адамдарға таратып беретін боламыз. Точно ма? Точно. Все, онда. Давай, ондай маған материалдар бер, мен сразу жасайын болам. Давай, бер, кәне. Шайзи, осыларды алып сұға бересің, осыларға саған керек, все. Достар, короче, қараңдаршы, менің қасымда яғни шетелдер келіп, менен яғни завод соғуды сұрап жатыр. Және сұра ойлаңдаршы, ол өте керім ұсыныс айтты маған тұра. Егер мен осындай завод жасайтын болсам, ойлаңдаршы, достар, яғни мен 50% мен алам, және сұра 20% осы бүкіл ауылдағы яғни адамдарға таратып беретін боламын. Мен сол үшін сұра, мен енді сол үшін оған келістім. Мынау несі, мынау вообще сұра. Онда қазір біз бірден яғни өзіміздің заводымызды соғып бастайтын боламыз. Өздерің білесіздер, алдыңғы видеода кім көрді, кім көрмеді, сұра. Мына жерде подкастта шығады. Если что көрмегендер болса, қарап кетіңдер. Бұл видеода өте қызық шыққан болатын. Қазір біз сразу былайынан соғып тастайтын боламыз. Так, и сосын мына жақтан бізге дейтін былайынан, вот осылайынан істейтін боламыз. Все. И былайынан жасайтын боламыз. Мына бер жасаған сияқты үшін бар ғой, по менің ойымша. Хотя нормально, бола береді, дұрыс па? Жазып кеттер комментарияға. Если что дұрыс болса, әрине. Все, былай қылып, полный жауап тастайтын боламыз, Так, қазір мына кнопканы қойып жіберейін, все болды. Шайзи, чё там, бітті ма завод дейтін? Қумашы жетелдің, не завод бітті ма деп? Все, қазір полный бәрін жасап бітірім, күте тұрыңдар қазір. Сұр мен почти қарадым жерін, почти бітіріп қалдым деп ойлаймын мен дейтін, менің ойымша сұр әрине. Қазір бұлайынан мына жағына қарай ой керек, мынаны іште кіру керек бірінші бізге дейтін.
давайте мындан аузын ашатын боламыз қазір. Аха, и мына жерге біз осыны қоямыз. И біз былайынан, яғни өзімізге, ой, керісінше қойып бара жатыр екенмін достар, қателесіп кетіппін әрине. Кешірім сұраймын. Все, былайынан енді осыдан көріндер ма? Қараңдар, өздеріме өздері теріп жатыр. Мен жайыма, ой. Все, осылай істейтін боламыз. Все, сыра. Енді біз дейтін аны өшіріп, енді қазір қосатын боламыз. Шайзы, тезірек болса, мені алдап тұрсың ба, мен лох көп тұрсың ба? Лохнес қазір шығады, күтейін, не шыдамсызсың ба, немене өлі? Вот, давай, мне қазір шығады, күте тұр, қазір шығады қазір. Ачу шықпай жатыр, чего? Сен мені алдап тұрған кеп тұрмай, түсінбедім мен вообще. Тоқтай тұршы, мына жерде дұрыс болмасақ бірдеңкелер. Достар, мен вообще түсінген жоқпын. Ачу дым алма шықпай жатыр, чего? Достар, түсінбедім вообще. Қазір мен компьютеріне отырып қарып берейінші мен дейтін. Так, достар, мен видеоны қостым, мен жаман шаршап кеттім, бір адам уже. Достар, баяғыдан бері жасап жатырмын, яғни мынау изумрудтағыдай өте оңай емес екен, достар. Сол үшін мен қазір енді достар барлығын механизммен жасап шықтым қайтадан, жаңа бай жетілді надым шығар, серьез айттым достар. Қазір енді достар енді алмаз шыға ма шықпай ма ол жағын білмеймін. Қазір ең соңғы шанс, яғни егер бізде осы істемейтін болса, демек бізде енді алмазный завод салынбайтын болады достар. Бірақ мен ойлаймын, что біздің қолымыздан барлығы келеді деп. Қазір біз былайынан істейміз, қасына сосын бізге не керек? Так, бізге дейтін редстоун керек, бізге редстоун керек бізге. Қазір былайынан қоямыз, сосын біз не істейміз әрине сар, былайынан и былайынан. Жоқ. Бізге тағы да бір редстоун керек бізге. Ол редстоунды алу үшін бізге не істеу керек сыр? Так, давайте аны жақындатайық наларды, давай сыр. Жақындатайық наларды, давай лучше дейтін. Бізге оңай болу үшін, жақын болуы үшін десем де болады, былай. И мынаны былайынан қоятын боламыз, и все сыра. Былай, әрине былайынан істеп қоятын боламыз, и қасына ана жерге біз дейтін осындай өзіміздің, яғни осыны қоятын боламыз, и жасар біз, ой, блин, істемей қалғанынша жасар қазір былай. Мен дұрыс қоя алмайтым сыра, что-то неғып екен білмеймін, бірақ мен дұрыс қоя алмайтым сыра кәдімгідей. И біз былайынан, қазір былай, и вот, істеп кетті сыра, енді қазір бұның істеп жатқанын білмеймін. Алмаздар шығып жатыр. Алмаздар шығып жатыр дейді? Мақшалар. Алмаздар шайзи, рахмет. Алмаздар істеп кетті. Алмаздың барлығы енді менікі ғой. Құмаш, сенікі емес, мазар, қараңдар сыра. Айттым сыра, біздің ең соңғы шанс осы етіп сыра. Все қазір мынаның ішіндегі барлығын алып аламыз, қазір дейтін аламыз. Яғни біз қазір енді сыра кімдерге көмектесеміз. Қараңдар, сыра, қараңдар қарсыңдаршы. Лақтырып жатыр кәдімгі сыра. Қараңдаршы, көрдіңдер ма? Сыра. Бірінші мен мынаның артын жауып тастайық, артынан, яғни бір жетілер келіп, ішіне кіріп, токқа түсіп, яғни өліп қалмасын. Сол үшін сыра мен мынаның полный жауып тастайтын боламыз сыра. Так, сар, егер сендерге видеоны алатсыз, бірден лайктарыңыз баса кеттер. Мен қазір бүкіл, яғни бұл жердегі алмаздарды алып. Кстати, білесің бе, мен мына жердегі алмаздарды барлығын қазір мен сен ұрлаған достарың бар ғой, типа достарың деппен осы ауылдағы, яғни жетілерге беретін боламын, я. Типа сен айттың ғой, баяғы 20%-ын, яғни жетілерге береміз осы ауылдағы. Айттым ғой, берік бақыл. Енді берік шынымен. Давай. Онда мен қазір беріп көлемін, сен нарың ешбіріне тиіспей, но егер тағы бір тиісетін болсаң, мынау дейтін вообще істемеға. Сол үшін вообще тиіспей, мақыл ма? Мақыл. Давай. Қазір, жетел саған ақша керек емес па? Керек. Керек дейсің мә онда. Мұнандай алмазы көрмеппін. Енді көрі жүресінен, сол үшін жақсы. Сыр, ана жерде бір мұңайып тұрма, білмін, давай нағанда берік сыр. Саған алмаз керек па? Алмаз? Керек. Мен онда алмаз керек болатынса. Рахмет, шынымен беріп атсың ба сені? Анау, ешқадай пранк, мынау емес па? Жоқ, ондай жоқ. Сыр, мен тағдан жетел саған дейді, не керек емес, алмаз керек емес, алмаз блок керек емес па? Керек болса, мә. Сен осыншама бізге жақсылық жасайды деп ойламаппын, рахмет саған. Оқасы жоқ. Достар, қазір біз дейтін ақты же. Шайзы, анау істемей қалды ғой? Қалай істемей қалды? Сен тиістің ба, бірдеңе істедің ба сен? Тиістім ачо. Мен саған айттым ғой, вообще тиіспеді. Қуасың ба мен саған? Ана ішінде алмазы қалып көттен, өзің ала аласың. Тем более ондан сенің ақшаң, мен өзім ақшам өзіме жетеді. Қалай өзің ала аласың? Мықты шығарсың сен.
иә мықтымын давай. Достар қараңдаршы, бүгінгі видеода біз мынандай өте керемет, яғни өте керемет завод салдық. Қараңдаршы, өте дәл сырттан көретін болсаңдар, қараңдар. Ана жерден заводта, яғни біздің алмаздар шығады, яғни қазір білмеймін не екенін нақтылы шықпай қалғанын, яғни тағы бұзылып қалған сияқты, оны қайтадан тұрлауым керек сірә. Осыны бүгінгі видеода біз осындай үлкен алмазны, яғни не соқтық, яғни завод соқтық, алмаз шығаратын сірә. Егер сендерге бүгінгі видео ұнаған болса, лайк басып орнатып ұмытпаңыздар, ендеше сау болыңыздар, колокольчикті басып ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар сірә.